Бір күні Саша өз досының үйіне, яғни Лешаның үйіне кешке дейін қалды. Ол екеуі приставка ойнады және де уақыттың қалай өткенін байқамай қалды. Күн ұясына батып түн болды және сағат 22:00. Сашаға үйіне қайту керек, себебі қазір анасы хабарласып уайымдайды. Достар бір-бірін қол алысып қоштасқалы болған. Бірақ Лешаның тәтесінің бөлмесінде тәтесі қорқынышты түрмен тұрады. Басында ол біртүрлі күліп Сашаға қарап тұрады. Сосын бірден «Артқа қарама» деп айтты. Осы кезде Леша күліп, мән берме оған, ол қуып кеткен деп айтады. «Артына қарама» деп қайталайды әлгі тәте. Саша қысқаша жолмен жүру үшін паркпен жүрді. Ал парк өте қараңғы әрі қорқынышты болды. Сосын ол өз артынан бірдеңені естіді. Қадамдар, біреудің қадамдары. Ол артқа қарағысы келген кезде әлгі Лешаның тәтесінің қорқыныш түрімен сөзін есіне түсірді. «Артына қарама» Ол жылдамырақ жүруге тырысты, бірақ әлгі қадамдар тоқтамады. Саша артқа қарауды шешті. Себебі оған енді бәрібір болды. Ол бұрылған кезде оның өзі тұрды, яғни оған ұқсайтын біреу бұрылған арқамен. Саша оған сөйлеп көріп еді, ол дымдемеді. Сосын Сашаның қызығушылығы өзін алып әлгіге барады. Сосын қол өзі адамға қарай созылды. Сосын «Саған бұрылма деді қой!»